өткенде мынандай рентген снимкті ұсталып отырып айтатын себебім, өткенде бір кісі келді, жасы орта жастағы, білімі бар, оқыған. Қазіргі кезде барлығы емші өткен ғой, интернет курс оқып ала ма, бір жылдан долдан болып жатса, бір просмотр жинайды, соған жұрттың бәрі сен барады, бір-екеуі мақтап жібереді. Снимкті үшін ұстап отырмын. Бір сол кісі қатты жөтеліп қалған ба, түшіп көріп қалған, сонымен шаншып кеткен, дәрігерге бармаған, бір емшіге барған, ол жаңағы көз тиді деген, ішіңе жын кірді деген ба, майлар берген, шөп дәрілер берген, ана кісі жүре берген. 2 апта жүрген, қиналған ғой, тынысы жетіспейді, сонымен бұл өлуге дайындалған. Мен әйтеуір бір туысқандары интернет арқылы хабарласты маған. Жай ғана өзі просто бір рентген жасай салыңызшы дедім. Рентген жасап сөйтсе бір өкпесі тесіліп қалды. Келді, дренажын қойдық. Сол күні кешке жағдай тұрақталып, сонымен өлмейтін болды. Сол себептен не деуші еді, аңқаулыққа арамзан молда дей ма? Анау емші, мынау емші дегенге жүгіре бермеңіздер. Жай ғана бір рентген түсіріп қойсаңыздар, жылына өкпеңізді тексеріп тұрасыздар. Аман болыңыздар.